Сәлеметсіздер балалар, математика сабағы 85-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз шамаларды өлшеу. Бірінші есеп. Әлия ертегі оқыды. Неше минут өтті? Әлияның ертегі оқығанына неше минут өткенін сағатқа қарайық балалар. Бірінші сағатта сағат 4-тен 20 кетті, ал екінші сағатта сағат 4-тен 40 кетіп тұр екен. Сонда Әлия неше минут оқыған? 20 минут ертегі оқыған екен балалар. Екінші есепті шығар. Әлия күн астындағы күнікей қыз ертегісін оқыды. Оған арналған суретті 20 минут салды. Сырым аққу қаншайым ертегісін оқып, суретін 30 минутта салды. Кім сурет салуға көп уақыт жұмсады? Қанша уақыт артық жұмсады? Бірінші. Әлия 20 минут сурет салды. Сырым суретін 30 минутта салды. Бұл жерде кім сурет салуға көп уақыт жұмсады дейді? Бұл жерде Сырым көп уақыт жұмсады. Қанша уақыт артық жұмсады? Бұл жерде біз 30-дан 20-ны азайтамыз. Сонда 10 минут екен. Сонда артық жұмсалған уақыт 10 минут екен балалар. Есепті жазып аламыз. Келесі. Үшінші есеп. Суретке қара. Сырымның күні бойы не істегенін айт. Ең алдымен Сырым сағат таңғы 7-де оянып, тісін жуып, бетін жуа бастады. Одан кейін таңғы асын ішіп, сағат 8-де таңғы асын ішіп отыр. Сабаққа сағат 9-да барды. Сағат 1-де сабағын аяқтап, түскі үзіліске шықты. Сағат 2-де түскі асын ішіп отыр. Сағат 5-ке дейін ол ойнап, кешкі сағат 9-да ұйқыға жатты. Сырым күні бойы уақытын тиімді пайдаланып, уақытылы ұйықтап жүр екен. Жақсы, келесі. Төртінші есеп. Есепте бірінші 3 сағат қосу 7 сағат тең 10 сағат, 40 сағат азайту 30 сағат тең 10 сағат. Міне осылай балалар, есепті өздерің шығарыңдар. Соңғы тапсырма, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Пойыз әр қалаға әртүрлі уақытта жүреді. Егер олардың барлығы таңертең жолға шығатын болса, онда қай пойыз басқаларынан ерте жүреді? Қай пойыз соңғысы болып жолға шығады? Бізде ең бірінші болып шығатын пойыз таңғы сағат 4-те Өскемен Алматы пойызы екен. Екінші таңғы 5-те Қарағанды Алматы. Үшінші Шымкент Орал пойызы және 4-ші Астана Павлодар пойызы жүреді екен. 5-ші Астана Ақтау, 6-шы Алматы Астана пойызы ерте жүреді екен, балалар. Қай пойыз соңғысы болып шығады? Алматы Астана пойызы ең соңғы болып шығады екен, балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаңдар.